Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Сәуле Алиева. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі нәзік торт дамские пальчикидің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен суымызбен сары майымызды қосып, қайнатып аламыз. Шым-шым тұз қосамыз, барлығын араластырып, ұнымызды қосамыз. Ұнды міндетті түрде ситадан өткізу қажет. Ұнды қосқан кезде міндетті түрде газдың астын өшіріп қойыңыз. Оның барлығын қосып, араластырып болғаннан кейін артық суларын кетіру үшін ұнымызды құрғатып аламыз, яғни газдың астын жағып құрғатып аламыз. Неге біздің қамырымыз осындай күйге енді бір қалыпты болуы қажет. Ал енді осы қамырымызға жұмыртқаны бір-бірден қосатын боламыз. Барлығын араластырамыз. Басында қамырымыз бірікпеуі мүмкін, бірақ араластырған кезде ол бір қалыпқа енеді. Ағаш қасық қолданғандарыңыз дұрыс, сонда жақсы араласады. Осындай бір қалыпқа енді қамырымыз. Ал енді кондитерлік пакетке қамырымызды салып, пергамент қағазына осылай дөңгелек етіп, барлығын орналастырып, құйып шығатын боламыз. Барлық қамырды орналастырып болғаннан кейін пеште 180 градуста 30-35 минут пісіретін боламыз. Және мен осылай сахарный пудра шаштым, маған осылай ұнайды. Біздің палочкалар дайын болды. Енді осыларды кремге салып, аунатып аламыз. Барлық жағына крем жағылуы қажет. Одан кейін өзіңізге ұнайтын әдемі ыдысты алып, бәрін бірінің үстіне бірін орналастыратын боламыз. Енді өз қалауыңыз бойынша өзіңіздің фантазияңызға байланысты болады. Менікі осылай болып жатыр. Менде крем кілегейден жасалған, яғни обычный кілегейді миксермен взбивать етіп, сахарный пудра қостым. Одан бөлек қаймақтан жасасаңыз да болады кремді, бірақ қаймақтың проценті жоғары болу қажет, 20-30% болу керек. Өз қалауыңыз бойынша сәндейсіз. Мен осылай банандарды әдемілеп қойдым. Одан кейін бетіне шоколадты осылай теркадан өткізіп, әдемілеп шашып шықтым. Және азғана малина қостым, әдемі болу үшін. Және жаңғақ шаштым. Неге менде осындай әдемі торт дайын болды. Дәмі де өте тамаша, өте дәмді. Міндетті түрде жасап қараңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, осы видеоның астына лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және колокольчикті басып қойыңыздар, алда тағы видеолар болады.